Қазақстан Республикасының президенті, елбасы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қадірменді қауым, сіздерді еліміз алғаш рет бүгін атап отырған алғыс айту күнімен құттықтаймын. Адамдар бүгінгі күні егерде кемшіліктер болса, қатты сөздер айтылса, өкпесі болса, кешіріп бәріне болғандарды мен өзімнің әріптестеріме бүгін таңертең бәрінен кешіріп сұрадым. Жұмыс бабында ренжіп, ұрысқан болсам, көңілдерін түсірген болсам, бүгіннен бастап барлығын кешіріп, жаңа қарым-қатынасты бастайық.